Соңғы 5 жылда Қазақстан экономиканың түрлі саласын дамытуда үлкен жеңістіктерге жетті. Оның ішінде IT саласы да бар. Сандық сектор мен жаңа технологияларды дамыту үшін мемлекет инновациялық гранттар бөледі. Экспорт шығындарын жабу механизмі жұмыс істейді. IT компаниялары үшін жеңілдетілген несиелеу мен акселерация бағдарламасы бар. Астана Хаб және Астана халықаралық қаржы орталықтары секілді алаңдар мен басқа да жеңілдіктердің арқасында ақпараттық технологиялар саласында өз жобаңды жасау анағұрлым қолжетімді әрі тиімді болып отыр. IT, аэроғарыш өнеркәсібі, мәліметтерді жинау әрі сараптау және тағы басқа салаларда Қазақстан инвесторларға 20-дан астам жобаларды ұсына алады. Бүгінде Қазақстан IT өнімнің экспорт аясын кеңейтуді мақсат етіп отыр. Оған Еуразиялық экономикалық одақ нарығының артықшылықтарын қосыңыз. Одан басқа, тағы бір маңызды бағыттың бірі ақпараттық технологиялар саласында жаппай кадр даярлау. Орта мектеп қабырғасынан бастап техникалық және кәсіби білім мамандарын оқытуға дейін, жоғары оқу орын мен IT білім алу мекемелерін ашуға дейін. Шексіз мүмкіндіктер елі Қазақстанға қош келдіңіз.